Достар, бүгін мен Зарикоштан, өзіміздің Лахметтен подарок алдым. Мына Турцияға жолдама дейді ғой, короче, мамаға. Мына жерде бриллиант, бір нәрсе. В общем, распаковка сұрап тұр ғой, асықпай бүйтіп шай ішіп отырып көретін болып тұр. Мына жерде не бар екен? В общем, көретін боламыз. А еще ертеңге бір жақсы жаңалығым бар. Ертең бұйырса, бүгін қазір бір нәрсе түсіріп үлгерсек, ертең менің екінші каверім шығады. Қалай атымды қалдым? Күзгі қайың, көктемге де жету ғой біздің уайым болды. Короче, ал кеттік ариведерчи. Бүгін кешке тамақтанғаннан кейін Дәужан үйдегілерге осындай мамаға інілеріне алып барасың деп осындай соптар и мынандай десерттер беріп жүрген болатын. Кейін бір ренішім тарқап жатса салып мақтап қоярмын. Егер жақсы болып жатса. Мама, ұнады ма? Иә, рахмет. Жоқты күнде көрсетпесем болмайды. Қараңыздар, бұл қандай өзінше болып кеткен. Енді келген кезде қандай еді, иә? Ойбай деп қолға жабысып түспей қорқып. Қазір отырғысы келмейді бұл Кишаның. Абай, мінезін көрсетеді өзі. Мен түймем денесі болды. Түймемен ойнайды. Біз. Аяма, аяйсың ба? Бұжық өзі, бұжық. Кісім. Тысқан. Тысқан, береке бері. Қайдашын? Ойбай. Осыны біреу жеп қоятын сияқты.